Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламалейкум, құрметті қыздар, ханымдар. Бүгін осындай басқа повязка тігетін боламыз. Кез келген трикотаж матасы болады. Жалпақтығы менде 40 сантиметр болды. Екіге бүктеп тігіп шықтым. Енді осыны аударып, жақсылап үтіктейтін боламыз. Аударамыз. Ұзындығы бірде 30. Мұны аудардым, үтіктедім. Енді осы екі жерін тігу керек, бірақ алдымен өлшеп аламыз. Мұны 1 метр 30 сантиметр. 1,28 стандарт. Осыны екіге бүктейміз. Ортасын табамыз. Инемен қыстырдым ортасын. Себебі шатасып кетуіміз мүмкін. Мұны осылай белгіледім. Енді осыны бір-біріне айқастырамыз. Бір айқастырдық, екінші айқастырдық. Енді осыны аударып, жерін инемен қыстырып аламыз. Осыны аударып, инемен қыстырып алдым. Енді осы жерінен тігеміз. Кішкене аударуға орын қалдырып, айналдырып тігіп шығамыз. Сонда тігісіміз ішінде қалып, көрінбейтін болады. Мұны тігіп шықтым. Енді қолмен тігіп қоямыз ол жерін. Мұны. Енді осыны айқасқан жерінен ішкі жағынан 0,5 сантиметр тігіп шығамыз. Артқы бөлігін тура центрін өлшеді қой. Сол центрге тігісі сәйкес келу керек, сонда орамалымыз қисаймайды. Осыны енді айналдыра тігіп шығамыз айқасқан жеріне дейін. Сонда орамалымыз әдемі айқаспа орамал болып шығады. Мұны тігіп шықтым, осындай болды. Іші де сырты да осындай аккуратный болады. Мұны көрдіңіздер ме? Осындай әдемі айқаспа орамал шықты. Менің бұл матам шифон атлас матасы. Шифон мен атлас қосылған. Мұны үтіктеп шықтым. Мына жерін закрепка жасаймыз. Кішкене білінер-білінбес. Қолмен тіксеңіздер де болады. Машинкамен закрепка жасасаңыз да болады. Ашылып кетпейді сонда айқасқан жері. Закрепка жасаймыз. Одан кейін артқы жағын жиырып тігеміз. Өте әдемі мата, нәзік. Шифонға атлас оюлар түскен. Әртүрлі матадан тігуге болады. Шифон трикотаждан әдемі шығады. Міне осындай арты алды осындай әдемі повязка шықты. Видео ұнады деген үміттемін.